Бүгін сіздермен каналда дәмді муравейник рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бізге 500 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық ас содасы және 3-4 қасық қаймақ, болмаса сүт. Осыларды жақсылап араластырамыз. 250 грамм сливочный май, тоңазытқыштан шыққан 250 грамм песочный қамыр жейдеміз. Қамырымыз біркелкі болып бір-біріне жабысқанша елейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осындай кішкене сопақша формасына келтіріп аламыз. Бұл бізге жаңағы ет тартқыштан өткізген кезде ыңғайлы болады. Морозильникке 40-50 минуттай қойып қоямыз. Одан кейін ет тартқыштан осылай өткізіп, пешіміздің противеніне осылай жайып аламыз. Осылай міне жайып, майдалап пісіріп аламыз. Біздегі жаңағы муравейнигіміз піскенше кунжут қуырып аламыз. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Сонда дәмі жақсы болады. Сәл қызарғаннан кейін осылай үгітіп муравейнигімізді бір ыдысқа, шұңғылдау ыдысқа салып аламыз. Осылай салып алдық қамырымызды. Енді кунжут қосамыз. Кунжут қосамыз және сгущенка құямыз. Сгущенканың сапалы болғаны жақсы. Три желания немесе осындай деп сгущенкасы жақсы. Және де 50 грамм ерітілген сливочный май құямыз. Сгущенканы енді мөлшерімен қарай өздеріңізге қалай ыңғайлы солай қоссаңыздар болады. Мен 100 граммды 150 граммдай қостым. Осындай арнайы кекске арналған жаңағы қағазшаларға салып аламыз. Муравейнигімізді қатпай тұрып бірден салу керек. Әйтпесе муравейнигі ыдыста қатып қалған соң, оны салуға келмей қалады. Осылай салып аламыз. Осылай тоңазытқышта сақтауға болады, немесе осындай ыдысқа салуға болады.